Украина президенті Петро Порошенко Луцк шәрінде Полония баш консуллығы бинасына атеш ачылуыны такбих етті. Уқу қоройжы органларға қабатлы шахысларыны тапмаға авали етілді. Бұны дәвлет башының матбуат қызметі білдіре. Украина хавсызлық қызметі бұл вақа Кремльнің язышы корунгені қында білдіре. Чүнке Москва үшін бұл вақаның олмасы әлверешледір. Денеле биянатта. Хатырлатамыз, геже Луцк шәрінде әл граната атыжысындан Полония баш консуллығының бинасына атеш ачылған еді. Дамы пенжересі қырылған. Патлав вақытында бина бош еді. Зарар көрген инсан жоқ. Полония тыш ишлер назиры Украина елчісі Андрей Дещицаны бұл адисияны музыкер етмеге чағырды. Назерлікке келген дипломат журналистлерге айтқаны кебі Луцк шәрінде олған вақиғаға Русияның алақасы бар олғаны шүбесіздір.